Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Назира. Мен сізбен бүгін осындай керемет бір шашпаннан палау пісірудің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Өте дәмді болып шығатын тағам және жылдам дайын болады. Бұл тағамды дайындау үшін маған сиырдың еті қажет болды. Мендегі сиырдың еті негізі кез келген қойдың еті, жылқының еті, тауықтың еті болса да қосып жасай берсеңіз болады. Етті осылай ең алдымен турап аламын, көбік қылып, онша кішкентай қылмай, онша үлкен қылмай, орташа көлемде көбік етіп турап дайындап аламын. Және де көкөністерімді де, пиязды, сәбізімді бәрін турап дайындап алатын боламын. Сосын келесі кезекте енді табаға бір ас қасық сұйық майды құйып, жаңағы вермишелімді осылай алдымен қызартып қуырып алатын боламын. Мендегі паутина, негізі бұған спагетти қоссаңыздар да болады, және де жай вермишельдің өзін қуырып жасасаңыз болады. Осылай қуырып алып, бөлек ыдысқа салып аламын. Сосын табаға майды құйып, етімді қуырамын. Достар, арнама тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, менің арнамның дамуына үлес қосып қойсаңыз көп-көп алғысымды айтамын. Келесі кезекте пиязбен осылай сәбізімді қосып, жақсылап тағы қуырып аламын. Дәміне қарай тұз, қарабұрыш, дәмдеуіштер саламын. Мендегі мята қостым, және де сиырдың етіне арналған дәмдеуішті қостым. Бәрін қосып, жақсылап қуырып алып, сосын кішкене қайнаған су құйып, 45 минут баяу отта етімді пісіріп алатын боламын. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Бетін жауып баяу отта пісіріп алам. Мінекей енді етім пісті. Ет піскеннен кейін жаңағы қуырып алған вермишелімді осының үстіне саламын. Вермишель суға батып тұратындай болу керек. Егер су азайып қалған болса, үстіне кішкене қайнаған суды құйып жіберіп, осылай енді вермишельді бұқтырып алам. Шамамен бұл вермишель ұзақ уақыт емес, бір 10 минуттың ішінде дайын болады. Мінекей, бір 5 минут өткеннен кейін араластырып, астың жағын үстіне шығарып, үстің жағын астына қарай араластырамын да, тағы да 5 минут бұқтырып алам. Осылай дайындасаңыздар болады. Кешкі асқа, түскі асқа өте жылдам дайын болады. Тамағым дайын болды, және де осылай вермишельдер жабыспай өте керемет болып, шашпа болып піседі. Бұның құпиясы жаңағы осы вермишельді қызартып алдымен қуырып алып, тағамды осылай дайындасаңыздар, вермишель бір-біріне жабыспай әдемі болып пісіп шығады. Видеомды соңына дейін қарағаныңыз үшін сізге көп-көп рахмет. Арнамнан алыстамаңыз. Менің жаңа видеомды қарау үшін подписация батырмасын басып, арнама тіркеліп қойсаңыз, көп-көп алғысымды айтамын. Арнамда келесі кездескенше амандықта, саулықта болыңыз. Ой пікіріңізді қалдырып қойыңыз міндетті түрде, және де менімен бірге осылай дайындап көріңіз.